Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев және пресс-секретар Берік Уәли, сіздерге айтатыным, мен Бекбала Ырысгүл Бекбалақызы, туған жері Маңғыстау облысы Порт-Шевченко қаласы. 2003 жылдан бері, оның да ар жағында 96, 97, 98 жылдары көп арыз жазып, жұмыстан заңсыз кеткенім жөнінде де жаздым. Оның үстінде менің кішкентай болды, мектеп жасында болды. Бұлар маған неше түрлі қысым көрсетіп, қызымны құрт жіберетініне дейін телефон соғып, содан мен қызымды 7-ші классқа дейін мектепке апарып, мектепке әкеліп жүрдім. Оның бер жағында 2003-те жаңағы Маңғыстауда үлкен Нарықбаевтың партиясында үлкен қолдау жұмыс жасап, қолдауымды көрсеттім. 2003-те жазған арыздарыма ешқандай нәтиже жоқ. Бір жылдар үндемейде кетіп жүрдім, құрсыншы. Ақыр түбінде әділдік орнар деп, қазір шүкір, Аллаға шүкірміз. Елімізде тыныш, ешқандай елімізде жамандық болмасын. Мен қаншама видео обращениелер жасадым. Мұнаның бәрі мен бас прокуратурада жүріп, Алла разы болсын, бас прокуратураның ішінде видео обращениелер бар екен, тікелей шығатын. Бірақ сол видео обращениелерімнің біреуі жеткен жоқ. 18-ші жылдан бастап мен мынандай видео обращениелер жасадым. Жоғарғы сотқа да жасағандарым бар. Жоғарғы сотқа жасағаным бар. Қожамжаровтан бастап видео обращение жасадым. Ондай видео обращение Шипекбаевқа да жасадым. 2018-2018-ден бастап жасап келатырмын. Қаншама бұл талонның көбі ауылда қалып қойды, конечно. Қазір мен Астана қаласында жүрмін. Мынау Қожамжаровқа жазғандарым. Қожамжаров Қайрат. Оның ішінде жаңағы қазіргі Нұрдәулетовке де обращение жасадым. Бұл обращениеге жасауға маған бас прокуратурада көмектескен жігіттер болды. Тіпті шаршап кеттік, апа деді. Ана жерде видео обращение бар, сонымен тоқтамай обращение жасап, арыз жаза беріңіз деді. Қаншама талондарым тұр. Мына талонның шеті жоқ. Шеті жоқ талондар мынау. Бұның көбін мен тастап кеттім Маңғыстауда. Мынау өзіммен келгені. Осылай біз бәлен жыл президентті алдадық, елбасын алдадық. Ешқандай уәде орындалған жоқ. Осындай арыз жазып, телеграмма салған үшін мені қамадыңдар. 17-ші жылы ұялмай шығып келе жатырған жерімнен қайта қамадың. Біреуден 2,5 миллион ақша алыпсыз деп алаяқтан. Қаншама үстімнен ақша алса да мен үндемей келдім. Қанша қамап қойып менің Центркредит банкке жазған 30 шақты 12-ші жылдан бері Центркредитке жазған хаттарым, соның ішінде сот орындаушылардың жаңағы исполнительный лист дейді ғой, атқару парағы. Соның судьялардың 5-6 судьяның атқару парағы сот орындаушыларға берген, бірақ оны судьялар жазбаған, Байғожаев жазбаған. Оны атқару парағын екінші судья Кемшимова ол да жазбайды, шешім шығарады. Едіге деген судья бар, Бегенов Едіге. Тағы судьялар, тағы басқа судьялардың атқару парағын жазып, судья болып, сот жүргізбесе де Ырысқалиева Қанзипа деген бар. Маңғыстау облысында азаматтық сотта сол атқару парағын беріп отырған. Сол атқару парақтарының бәрін барлық прокуратура құзыретті орындарға тапсырдым. Ең соңғы атқару парақтарын Ырысқалиеваның жазған парақтары заңсыз жазғаны жөнінде 17-ші жылы мен дейтін январь, ақпан, қаңтар айларында 17-ші жылы мен түгел облыстық прокуратураға тапсырдым. Судьялардың іс-әрекет жөнінде, прокурорлардың іс-әрекет жөнінде. Мен бұл Фейсбукқа 15-ші жылдан бері Фейсбукта отырдым. Қаншама рет менің Фейсбугымды жоқ қылып жіберді. Ойларына келген жасады. Мынандай талон. Халық қалай көтерілмейді.
халық қалай зарламайды. Қазір халық кішкене басылды, сабыр сақтап отыр. Тоқаев мырза, сізге айтарым, міне сіздің уәдеңіз бердіңіз. Президент болғанда сіздің уәдеңізді орындамай қаншама мына талондар міне жатыр менің алдымда. Осындай талондар жатыр, міне көріп отырсыздар. Ешқандай әділдік жоқ. Әкімшілік президент тек осындай етіп бере береді. Ешқандай нәтижесі жоқ. Менің жазған арыздарымды әкімшілік президентке арыз жазам. Бірақ оны прокуратура Нұрдәулетовке жеткізбестен міне қайтарып жібереді. Мына әкімшілік президенттен кеткен. Әкімшілік президентке кеткен. Не болды? Қазақстан ұлттық қауіпсіздігі қабылдаған. Міне числосы мынандай. Қайда кетті мына арыз, неге қаралмайды? Не істеп отырсық сонда біздер? Мен осылай жұмыссыз, үйсіз, күйсіз жүре берем ба? Жыламаған балаға емшектер жоқ деп, мен өмір бойы халықтың зарлап атырғасын, соның бірі болмайыншы деп үндемей бизнесте жасадым өзіммен өзім. Ол бизнесімдегі осы шындық, әділдікке жеткізем. Маңғыстау облысының істеп отқан іс-әрекет жөнінде президентке телеграммада салдым, арызда жаздым елбасына. 16 жылы декабрьде мен президентке телеграмма салдым, Нұрсұлтан қаласында жүріп. 17 жылы мені қамап тастап тұр ғой. Не үшін қамат деп, енді мені жақтайтын Маңғыстаудың облысында ішкі істерде де, жемқорлықты да жасаған басқарма бастықтары болған жақсы азаматтар болды. Көршілерім де болды. Менің қызым қамап тастағанда звондаған ғой, маман сөйтіп қамап тастады дегенде жүгіріп барғанда, бұл дейтін ондай адам емес, босатың, бұны неге қамадыңыз дегенде, не айтқан Маңғыстауда Кемал Ербол дегенге барған көп адамдар жүгіріп. Ол дейтін үлкен адамдардың жолын кесті деп. Мен кімнің жолын кестім? Мен елбасының, президенттің жолын кесіп, халықты үгіт жасап, ортаға ешкімді шығарған жоқпын. Забастовкаға шығың, көтеріліс жасаң деген жоқпын. Наоборот, көтеріліс жасамаң, тоқтаң деп. Мына Фейсбукта жүрген көп азаматтар, адасып жүрген азаматтарға да айтам, жекесіне жазып, шырағым қоя қой деп, түбінде жөнделеміз. Көп жұмыс жасайтын азаматтар, елді ойлайтын азаматтар, өтірік жұмыс жасап отқан айдап салушылар да бар ішінде отырған Фейсбукта. Солардың біреуіне ермен, қалың елім, қазағым. Әркім өз басшын жауап берсін. Біз қазақ елі, көкте Алла қолдаушы елміз қазақ. Бізді Алла тағала ата-бабамыздың әруағы қолдайды. Міне, мынандай арыздарым, мынандай етіп қайтарып жіберу маған поштаға салып, мына не зат мынау? Мына не зат мынау? Маған қайтадан поштама салып жіберген үйге қарай. Кім мынаны салып отырған? Бас прокуратура. Бас прокуратурадан келеді көбіне осындай хаттарым, печат соғып бетіне. Сіздің ісіңіз біткен деп. Менің ісім еш уақытта да бітпейді. Мен шындықты айтқан адаммын. Ел үшін, қазақ үшін осы көтеріліс жасамасыншы ешкім, сабыр сақтасыншы деп келдім осы күнге дейін. Міне істеп отырғандар мынау. Үстімнен ақша алған Центркредит банктың басқарма бастығы Мұсаханов, Тұрғанбай Серікұлы Бекбусинова қазір Центркредитте жасамайды, басқа банкте отыр деп естіп отырмын. Міне Ізмағамбетова, банк қызметкері, түгел менің істеріме жауап берсін. Кім менің қағаздарымды ұрлаған? Барлығына детектор аппаратын қойыңыздар. Бұл аппаратты Бердібеков Ержан Сәкенұлы қазір Нұрсұлтан қаласында прокуратурада отырған. Қазақстан Республикасының әділет басқармасының адвокат коллегасын басқарып отырған Атағазиева Бақтыгүл Сапарқызы түгел үкіметке жауап бересіздер енді. Мені үйсіз қалдырған, осындай күнге ұшыратқан сіздер. Әркімді айдап салумен отырдыңыздар. Осы күнге дейін Маңғыстау облысында юстицияны басқарып отырған адамдар тек өзіміздің жергілікті қыздар келіп тұр. Кенжалиева келіп кетті. Қазір Дариға деген қыз келіп отыр. Неге бір келген адам 5 жыл отырмайды? 5 жыл отырмайды. Атағазиеваның былығын жабуға келгендер шығар. Үн жоқ, түн жоқ. Анандай адвокаттар жұмыс жасайды Маңғыстауда.
Осы күнге дейін менің ақшамды берген жоқ. Мені қамап қойып, үйі жоқ, қарайған ақшадан айырылған менің үстімнен ақша жасап, сол ақшалар осы күнге дейін қайтарылмай жатыр. Мына Маңғыстауға барған, Нұр-Сұлтан қаласынан министерстводан барған комиссия мүшелері сіздерге айтайын. Мына Маңғыстауға барғанда шай ішіп, су ішіп жүруді қойыңыздар. Біздің Маңғыстау облысы тұнып тұрған дуаның ортасы. Қарамен айналысады кез келген басшы. Кез келген басшы қарамен айналысады, әрине. Мені жеке қабылдауға Самат Әбіш Сатыбалдыұлы жеке қабылдауыңызға қабылдансам, Тоқаевтың қабылдауына қабылдансам деп үміттеніп, мен қазір Нұр-Сұлтан қаласында осы жерде гостиницеде жатырмын. Әкімшілік президентке, құқық қорғау органдарына түгел арызымды жаздым, Нұр Отанға жаздым. Осы менің жатқан жеріме ақша төлеңдер деп. Мен үкіметтен жұмыстан кеткелі бір тиын ақша алып, жұмыссызбын деп ақша алып көрмеген адам. Жолдасымнан айырылдым. Марттан бастап биыл арыз жазып, оған да куә Маңғыстау облысының құзыретті органдары айдап салып, қамап қойып, менің үйімді сатты. Менің согласием жоқ. Атағазиеваға арыз жаздым. Атабаеваның нотариусінде менің үйім сатылмасын деп сатып жіберіп отырсыңдар.